сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Педагогика оқыту әдістемесі бойынша сәуір айында НКТ-да кездескен сұрақтар. Бірінші нұсқадан 9-шы нұсқаға дейінгі варианттарды менің НКТ 2023 дайындық YouTube каналынан көре аласыздар. Оқыту әдістемесі методика 7-ші нұсқа. Бірінші сұрақ. Жаттап алуға бағытталған және де оған берілген жауап дұрыс немесе дұрыс емес деп бағаланатындай қойылған сұрақ. Дұрыс жауабы төмен дәрежелі. Екінші. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі. Дұрыс жауабы оқу нәтижелігін бағалау мүмкіндігін білу. 3. Сабақтың оқу мақсатын қалыптастыруда қойылатын сұрақтардың бірі. Дұрыс жауабы оқушылар қандай мәселелерді зерттеп талдаулары керек. 4. Оқушылардың берген алғашқы жауаптарын қарапайым сұрақтар арқылы түзетіп, оларды толығырақ жауап беруге итермелеп отыратын сұрақ қою тәсілі. Дұрыс жауабы түрткі болу. 5. Баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті. Дұрыс жауабы танымдық даму. 6. Оқушылардың барлығына оқу ептілігі және білім дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы. Дұрыс жауабы оқыту ортасын құру. 7. Оқушының білім алуын қолдау үшін сынақтан өткізу сұрағы. Дұрыс жауабы осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба? 8. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын түрткі болу сұрақ қою мысалы. Дұрыс жауабы оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады? 9. Оқушының өзекті даму деңгейі. Выготский бойынша. Дұрыс жауабы тәжірибелі адамның көмегіне сүйену. 10. Жауабын алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесетін сұрақ түрі. Дұрыс жауабы түрткі болу. 11. Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінің мақсаты. Дұрыс жауабы педагогикалық білімді қалыптастыру. 12. Білім беру ұғымын алғаш педагогикаға енгізген ғалым. Дұрыс жауабы Песталоцци. 13. Ұлы дидактика еңбегінің авторы. Дұрыс жауабы Ян Амос Каменский. 14. Педагогиканы оқыту әдістемесі бөлінеді. Дұрыс жауабы жалпы және жеке. 15. Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған. Дұрыс жауабы Каменский. 16. Оқу тәрбие процесінің сандық көрсеткішін анықтау әдісі. Дұрыс жауабы математикалық. Бұл сұрақта сандық көрсеткішін деген нұсқау сөз бар. Яғни математикалық деген нұсқаны таңдайсыздар. 17. Қоршаған ортаны сақтауға тәрбиелеу. Бұл жерде де нұсқаушы сөз тұр қоршаған орта. Яғни қоршаған орта тікелей экологиялық тәрбие деген дұрыс вариантты таңдайсыздар. 18. Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру. Зер салып қарасаңыз, бұл сұрақта да сұлулық пен әдемілік деген нұсқаушы сөз тұр. Яғни дұрыс жауабы эстетикалық тәрбие деген вариантты таңдайсыз. 19. Техникалық құралдарға жатады. Нұсқаушы сөз техникалық. Яғни дұрыс варианты үнтаспа, телеарна, бейнетаспа, компьютер. 20. Балаға шамасына, мүмкіндігіне, қабілетіне сәйкес берілетін тапсырма түрі. Дұрыс жауабы деңгейлік тапсырма. Анықтап қарасаңыз, мүмкіндігіне, шамасына. Яғни біз балаға тапсырма берген кезде баланың деңгейіне қараймыз.
Құрметті әріптестер, осымен 7-ші нұсқа аяқталды. Егер де менің видео сабағым сізге пайдалы болатын болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыз. Алдағы НКТ-да тек қана сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.